Сәлем көрермендер, мен сіздерге бүгін қалай мультфильм жасау керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен сіздерге мен қазір осы программадағы қалай мультфильм жасағанымды көрсетемін. Ал мен сіздерге бұл программаның аты міне үсті ақтарыңызда жазылып тұр. Рисуем мультфильмі 2 деп тұр. Сіздерге тағы да оны описанияда қалдырамын. Егер де сіздер осы видеоны көріп отқан болсаңыздар, бұл жерде ең алдымен мультфильм жасағыларыңыз келсе, менің сол жағымда менің жасаған барлық мультфильмдерім тұр. Сіздер менің каналымды көрген шығарсыздар. Және де сіздер басқа да тағы мультфильм құрастыратын болсаңыздар, міне тұрған новый мультфильм деген басасыздар. Сол жерде мысалға сіздер аппақ фонмен істесеңіздер болады. Немесе міне мына жақта 3 нүкте тұрады. Міне 3 нүктені басасыздар. Сол жерде сіздерде міне осы жерде фон деген тұрады. Соны бассаңыздар, міне сол жақтарыңызда новый фон деген басасыздар. Сол жерде сіздерде мынандай фондар тұрады. Сосын сіздер кез келген өздеріңізге ұнаған фонды жасай саласыздар. Мысалға маған қазір мына фон ұнап тұр. Сол үшін осы фонды қазір басам шығып, міне өйстіп дұрыстап жасаймын. Өйстіп міне. Одан кейін барып шығамын. Сол кезде міне бізде фон дайын. Одан кейін сіздер адамдар қоятын болсаңыздар, міне добавить деген сол жақтарыңызда басатын жер тұрады. Соны бассаңыздар, мына жерде әртүрлі адамдар, жануарлар, стикмани, үйлер, адамдар, сондайлар тұрады. Сосын сіздер мысалы өздеріңізге ыңғайлы фонды кішірейтем, адамдар қойғанға ыңғайлы болсын деп. Мысалға мен мына жерге қазір адамдарды қоямын. Ол үшін джунгли басам, девочка басасыз. Егер де сіздер өздеріңіздің адамдарыңыз қойғыларыңыз келсе, өткен ол кезде сіздер өздеріңіздің Google-дағы адамдарыңызды алып, сол кезде сіздер өздеріңіздің дайындап ошаға қоя аласыздар. Бірақ ол кішкене ұзақ жұмыс болады. Сондықтан осы программаның ішіндегі адамдарын қолдасаңыздар болады. Міне достар, мына жақтағы барлық заттар болады. Ал мына жақтағы қызыл болып тұрғандардың уже болмайды, платный. Мысалы мен шляпаны қызға кигізем деймін. Осыны басам, сол кездің астына міне осындай тұрады. Қозғалтастардан мысалы қыздың басына кигізем. Одан кейін назад деген басып, тағы да бір адамдар іздеймін. Ферма дейін. Так, уже адамдар онша емес. Тағы да іздейміз. Стикмани дегенді іздейміз. Сол кезде сіздерде осындай көптеген нәрселер тұрады. Мысалға мен тағы да осы қызды алам. Екі қыз құр болып тұрады бір-бірімен. Менің барлық видеоларым осы программамен жасалған. Сіздерде мен сияқты мультфильмдер қазақша жасай аласыздар. Сосын мен сіздерге егер қаласаңыздар, қалай аудиомен, яғни мультфильмдарыңызға қалай сөз, яғни аудио қосуға болады екенін айтамын. Егер сіздер қаласаңыздар, мысалға мен қазір екі қызды осы жерге қоямын. Мына келе жатқаны, мына қызды сәл артына қоямын да, міне. Мына жақта, оң жақтарыңызда ең асты жағына қарасаңыздар, мына осындай нүкте тұрады. Вот соны бассаңыздар, міне. Осылай бір сақталды. Так, мына сәл қозғалтамыз. Мынаны сәл қозғалтамыз. Тағы бір сақталды. Одан кейін бұлай тағы да жүргіземіз. Бұлай жүргіземіз, тағы да сақтаймыз өйстіп. Мына жақта қараңыздар, төртінші сурет. Төртінші сақталып отыр. Қараңыздар, арттарында осы қозғалған орындары көрініп тұр. Бесінші сақталды. Екеуінің жүріп баратады. Мен осылай жасап отырмын. Достар, сіздерге мен видео ұнап жатыр деп ойлаймын. Осы рисуем мультфильмі 2 деген, яғни 2 деген осы программаны Play Market'тен өздеріңізге ыңғайлы программа ретінде жазып алсаңыздар, мен сияқты мультфильмдер жасай бересіздер. Мысалы мен мына қызды кетірдім, өйстіп жасай бересіздер. Одан кейін бүйтіп өздерің жасайсыздар. Одан кейін сіздер мына қайттан қоясыздар. Мысалы мен қазір қандай мультфильм жасайтынымды көрсетем. Қозғалтасыздар достар, өйстіп.
Бұл мультфильм жасау өте қатты қиын емес, бірақ бұл профессиональный емес, бірақ сіздер үшін өте жақсы, мен үшін де өте жақсы программа. Ол профессиональный, енді ол өздеріңізді білесіздер, өзінің сондай арналар болады. Мен сіздерге ыңғайлы ретінде осы программаны айтамын. Мысалы, қолдарында, аяқтарында, бастарында қозғалта аласыздар. Сондықтан достар, осы программаны жазбаңыздар. Осылай мультфильм мен сияқты жасағыларыңыз келсе, мысалға мен қазір осы жерге нұлоны қоям, яғни екі қызды алып кетеді деп түсірсем, космостың ішінде болар. Міне, пришелец. Так, кішкене фонды кішірейте тұрайын. Мына пришелецін аяқ қоя тұрам. Черная дыря деген осыны аяқ қоям. Аяқ бір алам. Мынаны былай алам. Мынаны бір алам. Мынаны бір алам. Мына, яғни айналады бұл. Так, фонды олып жүрін. Сол кезде міне бұны алып тастаймыз да. Міне, мына жақтан пришелецті шығарамыз, нұлоны. Қолын былай қоямыз. Осылай қоямыз, мынаны былай қоямыз. Үстіп кетіреміз. Сол кезде мына жерде оның летающий тарелкасы келеді мына жерде. Міне осылай аластырдым. Сосын алып кетейін деп жатқан кезінен сәл үстіге қоясыз. Ина екі қыздым. Үстіп көтересіз. Үстіп көтересіз. Қыз кішірейіп қалды, кішкене. Достар, кішірейіп қалды. Осылай жасайсыздар. Сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Осылай жасайсыздар мультфильмді. Сол кезде сіздерде осындай мультфильм дайын болады. Достар, егер де менің видеом сіздерге ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар достар.